Балабаев Айдос Қайратұлы. Ақмола облысы Қорғалжын ауданы ұялы негізгі мектебінің информатика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарамын. Курс өту барысында қысқа мерзімдік жоспар құруға 9-шы сыныптағы мәліметтер қорын тақырыбын алындым. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары 9-2-2-1 мәліметтер қоры жазба өріс терминдерін түсіндіру. Барлық оқушылар орындай алады. Мәліметтер қоры жазба өріс терминдерін сипаттай алады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Мәліметтер қоры құрылымын сипаттау, талдау. Кейбір оқушылар орындай алады. Мәліметтер қоры түрлері мен қолдану салаларын өмірмен байланыстырады және мысалдар келтіре алады. Белсенді оқу әдістері жалпы үшке бөлдім, яғни топтық, жұптық, жеке жұмыс орындау бойынша. Осы сабақты бастамас бұрын жүректен жүрекке әдісі арқылы ең алдымен оқушылармен ынтымақтастық ахуалын орнатып аламын. Одан кейін Мюнстенберг әдісі арқылы аралас сөздер беріледі. Оқушылар ішінен мәліметтер қоры деген сөздің астын сызып, тақырыбын ашады. Одан кейін мақсатын өзім түсіндіре кетемін. Әрі қарай мозаика әдісі арқылы мен оқушыларды екі топқа бөлемін. Мозаика Excel және Google Excel-дің суреті белгіленеді. Бұл яғни мәліметтерді ең оңай Excel форматы болады. Алғашқы түсінік болғандықтан. Одан кейін жіксу әдісі арқылы солар туралы ұғымдарын постерге жазып қорғайды. Әрі қарай жұптық жұмыстар басталады. Ойлан, жұптас, бөліс әдісі. Оларға яғни модельге кесте беріледі. Олар сол кестеде біздің сынып деген тақырып бойынша сыныптағы оқушылардың тізімін, бойының ұзындығын, яғни салмағын, барлығын жазып, ең алғашқы түсініктер қалыптасады. Одан кейін тапсырма кішкене күрделенеді. Яғни біздің өлке тақырыбында Қорғалжын қорығы бойынша жануарлар мен құстарын жазып шығады және дәл сол форманы қолданып Қорғалжын қорығындағы өзендер мен көлдердегі балықтарды жазып шығады. Яғни мәліметтер қорын құрады. Одан кейін тапсырма күрделенеді, жеке тапсырма береді. Әркімнің бар шығар биігі әдісі арқылы оқушылар өмірде, тұрмыста қалай қолдануға болатыны мәліметтер қорын құрады. Мысалы, сынып болсын, не болсын, бірақ алдын ала мысал келтірілмейді. Оқушылар өз ойынан шығару үшін. Одан кейін сабақтың соңына қарай тапсырма, қалпақ астындағы сұрақтар, бұл яғни бекіту сұрақтар беріледі. Қалпақ астында сұрақтар екі бірдей сұрақтан кездеседі. Яғни екі бірдей сұрақ кездескен оқушылар жұптасып бірге орындайды. Сабақтың соңында кір жаю әдісі арқылы кері байланыс аламын. Яғни сыныптың шетіне жіп байланып қояды, оқушыларға стикерлер таратылады. Оқушылар стикерлерге кері байланыстарын жазып, сол жіпке жайып қояды. Әрі қарай саралау жұмысы жаңа жоғарыда аталғандай жіксу арқылы Excel және Google Excel тапсырма берілгеннен кейін дескрипторларда міне оларды сипаттайды. Жұптық жұмыста мәліметтер қоры жаңа біздің сынып бойынша кесте толтырғаннан кейін сыныптар оқушылар туралы мәліметтер қорын толтырады, яғни сантиметр, килограмм, ұзындық деген түсініктермен танысады. Бірінші жазбада енгізіледі, екінші жазбада яғни деректер пішін, формадан, команда арқылы, одан кейін біздің сынып арқылы атаумен сақтайды. Келесі жұптық жұмыста жаңа айтқандай Қорғалжын қорығындағы балықтар мен өзен көлдер, екі балықтарды, сосын құстар мен жануарларды жеке неде толтырады, мәліметтер қорын құрады. Одан кейінгі жеке жұмыс айтқандай онда деректер қорын құрады. Жұптық жұмыс тағы да дискриптор оқушылар мәліметтер қорына жайында жаңа бекітіледі. Негізгі түсініктер. Критериалды бағалау бойынша топтық жұмыстар жіксу әдісі арқылы өткізген болатын. Оны мен смайликтер арқылы бағаладым. Әрі қарай ойлан, жұптас, бөліс әдісін арқылы өткен тапсырманы фигуралар арқылы бағаладым. Жұптық жұмыс біздің өлке
құстар арқылы бағаладым. Жақсы. Так, жеке жұмыс әркімнің бар шығар биігі. Жақсы жұмыс тәтті жеңіс әдісі арқылы бағаладым. Және қалпақ астындағы сұрақтар қол шапалақтау әдісі арқылы бағаладым. Енді осының ішінде тоқтала кетсем, жұптық жұмыста, яғни біздің өзімнің өлкемізде қорғалжың қорығы арқылы құстар жануарлар болғандықтан мен бағалауды құстар әдісі арқылы бағаладым. Яғни оқушы тапсырманы төмен деңгейде орындаса, оған қаздың суреті салынған карточка беріледі. Егер орташа деңгейде орындалса, оған аққудың суреті салынған карточка беріледі. Егер жақсы орындаса, жоғары деңгейде, онда қоқиқасын карточкасы беріледі. Яғни сосын жеке жұмыс тапсырмасында компьютер арқылы немесе шетелат арқылы бағалауға болады. Енді соңына кете айтатын болсақ, мен өзі осы сабақты өткізу барысында өзім мақсатына жетемін деп ойлаймын. Себебі мақсатымды бізде тек қана түсінік емес, және оны өмірде пайдалану болатын. Сабақтың соңында рефлексия жасап, кемшіліктер болған жағдайда келесі сабақта оны жоюға болады. Назарларыңызға рахмет.